Саламатсыздар ма? Мен Матай орта мектебі 11 сынып оқушысы Қыдырбек Қожансая. Қожа Ахмет Яссауи атамыздың 3 хикметін орындап бергім келіп отыр. Біріншісі Оспан хақында. Үшінші дос жар болған иман қабы Оспан ғой. Әр демінде бар болған иман қабы Оспан ғой. Пайғамбардың күйеуі, дініміздің сүйеуі, барлық ісі киелі иман қабы Оспан ғой. Тек хақ сөзін жатталған, аят хадис ақтарған, әрбір сөзі жатталған иман қабы Оспан ғой. Тұр тауындай тобасы, екі нұрдың қожасы, айтқанның бәр асыл иман қабы Оспан ғой. Мінгізбей жауатына, қол салысты сопыға, шахид қылдық қапыда иман қабы Оспан ғой. Құл Қожа Ахмет достарды, сипаттады Оспанды, күмән одан бос қалды иман қабы Оспан ғой. Екінші хикмет Омар хақында. Екінші досы Расулдың әділетті Омардыр. Мүмін жары асылдың әділетті Омардыр. Білелге азан айттырған, шариғатты хат қылған, дін шырағын жақтырған әділетті Омардыр. Қағба есігін аштырған, барша потты лақтырған, Расул көңілін хош қылған әділетті Омардыр. Шариғатқа күш қорғаған, тарихатты ұстанған, ақиқаттың жолында әділетті Омардыр. Әділеттің жолында құрбан қылған ұлында, қалған шындық шанында әділетті Омардыр. Шырақ болып парланған, дін жолында танбаған, жөнсіздікке бармаған әділетті Омардыр. Міскін Ахмет жол алғын, әділетсіздікті доғарғын, сонда рухы болар нұр болған әділетті Омардыр.